Жарнамадан оралдық, бірақ өте тосын жағдаймен Ербол мырза Анар ханыммен арақатынасты тоқтатты. Одан кейін ұсынысын білдірді. Біз таң қалғаннан шығып үлгермедік. Мына орындықта микрофонмен Зухра ханым отыр. Диана ханым, айта кетейінші, мен бір как будто прям мына жаққа жүгіріп жүгіріп шыққандай болып қалдым да. Просто сөйтіп шықтыңыз ғой. Зухра, айтып жіберсем болады ма? Айтып жіберсем. Зухра ханым. Иә. Диана ханым айтты, ортаға шығасыз ба деген кезде мен шок болып қалдым да, қалай шыққанымды білмей қалдым, честно. Бірақ это не значит, что мен прям жігіт көрмегендей прям жүгіріп шыққан сияқты сөз емес. Бірақ мен приятно же любой девушке, барлық қызға приятно, когда мужчина оказывает знаки внимания, да, бірақ просто Анара, ренжімеш, пожалуйста, мен саған ренжітейін деп, мен даже ойымда болған жоқ, случайно болып қалды. Зухра ханым, негізі ауыр айтсам ренжімеңіз да. Иә, дұрыс, осы жер танысу керек, иә. Бірақ сіз осылай тез беріліп қоя бересіз ба? Сразу сөз айтса болды, мына жерде отырып негізі. Жоқ, Айгүлек. Диана ханым, мен ойымды айтып алайын қазір. Айгүлек, рахмет, Анар ханым. Жоқ, Айгүлек, бұл біз Ербол мен мырзамен ештеңе ондай бір үлкен махаббат ештеңе болған жоқ қой. Біз танысып жаттық. Может быть, енді келмей қалдық бір-бірімізге. Зухра ханымды... Анара ханым, жаңа ғана өзіңіз отырып айттыңыз, мен түсінбей қалдым. Қояйық деген кезде. Енді просто по душе, может быть, не ёкнула. Сондай деген бар ғой, енді бізде жоқ болып, ондай ештеңе болған жоқ қой, ничего страшного. Бұл жерде женская солидарность деген бар да просто. Мысалы, бірінші рет емес уже, екінші рет өз қадам жасады, екінші рет жарайды, Ербол ағаны көтерді. Зухра не виновата же здесь. Почему не виновата? Сізге деген сыйластық жоқ қой мынада, хотя бы ойланып көрейінші, ертеңге дейін деп айтуға болар еді негізі. Ана показала, что она доступная мына жерде. Аслан, біз мына жерге дос іздеуге өйтіп келген жоқпыз. Біз махаббатымызды, жарымызды іздеуге келдік. Дұрыс істеп жатыр, Зухра молодец. Я думаю, көріңіздер, бір күн ойланып, ертең көрейік дегенде күшті болушы. Аслан, сенің сөйлейтін орның вообще жоқ деп ойлаймын мен негізі ше. Неге? Сен солидарно, сыйластық жайлы айтып жатсың, кеше мына жерден алуаны жылатып жібердің ғой жерден. Мен негізі егер... Соны енді постоянно бетіме басасыздар. Кеше айтқан жоқпыншы, мен әлі ашулымын. Айт енді, неге айтпайсызға? Мен негізі ойлаймын, Диана ханым, кеше... Сонымен бірге жүрді, бір хикаяда, бір махаббат болды, бәрі шынайы болса, я осы жерде кетпеді ма артынан алуан? Мен алуан артынан барып қосыл деп атқан жоқпын. Просто ты должен был тоже уйти. Мен считаю, алуа жалғыз кетпеу керек еді нақты. Екеуің бірақ кету керек едіңдер. Біріншіден, онымен бірге 3 күн демалып жүрген мен емес мына жерде сен, екіншіден мен мына жерге үйленуге келгеннен кейін алдыма бір преграда болды, мейлі өтті, ары қарай мен осы жерде үміткерімді күтемін, таныстығымды жалғастырып, осы жерде үйленіп кететін бір өзім мақсатым бар. Бәрібір екеуің қаншама нәрсе бірге көрдіңдер мына жерде. Біздің алдымызда қаншама өтті сендердің өмірлерің, иә? Қысқа да болса да. Қиыншылықтарды бірге көрдіңдер, и сен спокойно кеше алдың да. Ол кетті. Маған оңай дейсің ба мысалға тоже? Оңай болмаса не үшін отырсың? Сен спокойно қазір отырсың да, пікір айтып, спокойно, солидарность деген қайда деп. Лучше үндемей отыра бер, я так думаю. Неге үндемеймін мен? Көрген нәрсем неге айтпаймын мен? Аслан, оған оңай емес, саған оңай ма сонда? Сенде оңай емес, маған да депсің, оған да оңай емес. Сен даже Темірлан оған құлағына ондай әңгімелер құя бермесе, оның өз басы бар ғой. Құлағым айтатындай не ме? Ол мен құлағым айтатындай не? Артына қарап айтып айтса, кәдімгідей мына жақта андай. Ол болсын, сен нарада бар ғой, подругаң үшін қатты переживать етпей қой, сен де білеміз ғой, не деп айтқаның бәрін конкретно. Қақта не деп айтқаның? Білемін мен бәрін, лично өзім білемін, мына жерде айтпаймын. Айтқың келіп жатыр екен, айт енді. Айтпаймын. Ол жерде, мына жерде өтіп кеткен тақырыпты айтып қажет жоқ болсын. Жігіт сияқты отсай Аслан болды ғой. Еркекпін мен. Жігіт пен еркектің айырмашылығы жоқ шығар. Бір жағына ғана қарайсыңдар да, екінші жағына қарамайсыңдар просто. Мына жерде Асхаттың сөзімен толықтай келсем, Аслан өзіңді еркекпін деп тұрсың, бірақ еркек азаматтар олай қыздың позорын шығармайды. Қандай алдаса да, лақтырса да, не істесе де, оның барлығын өзімен бірге алып кетеді. Ана жерде сен өзіңді еркектің көрсеткен жоқсың. И болсын, сен де өзіңнің сен өйтіп еркексің, еркек емессің деп айтпа, Салтанат. Жақсы ма? Айтпай. Сен мына жерде өзің көрсеттің ғой, мен айтқанмен айтпағанды көрсетіп қойдым. Бұл жерде тақырып болғаннан кейін, мен мына жерде өртен күйіп жатқаннан кейін айттым, неге айтпаймын мен? Рахмет, Салтанат. Мына жерде барлығы қарсы келіп жатыр ғой Анара ханымға. Анара ханымның характері қандай? Ол тез жылдам, ашық адам. И мына жерде ешкім түсінбей жатыр. Қайда сенің ұяңдылығың деп. Анара ханым мына жақта отыр. Ой, Зухра ханым. Зухра.
мына жерде ол өте жылдам, өте ашық. Мысалға, созылып, майндсетті бір решение принимать етті, сразу да, нет. И сол шыққанның өзі уже айтып отыр. И екеулеріңіз? Бірақ барлығымызға күннен күнге сабақ болып тиіп жатыр басымызға. Асығыстықпен қабылданған шешімдердің нәтижесі көп жағдайда оңынан болмай жатыр. Және Зухра ханым, остатки сладкие ма сізге? А я что, остатки получаю? Нет, извините, вообще. Ну, у тебя плохое сравнение, я тебе серьезно. Подождите. Не нужно это говорить. Она... Ты меня сейчас задеваешь, Баур, я тебе серьезно Теперь, говорю. ладно, Ереке, смотри. В смысле остатки сладкие? Смотри, Ереке, Я не тебе понял. приятно, когда вот тогда Раджан тоже вышла вот так же. Ну. Сейчас она тоже вот так вышла. Она легко Раджанмен бітті екеуін арасы. Нұрсұлтан, енді Нұрсұлтан олай намыс қасиетін сөздерді айтпай ақ қояйықшы. Сөзі дұрыстап айттым, бауырым. Нұрсұлтан, мына жақта ер азамат үлкен кісі, өзіне жас үлкен кісі да. Негіз, Ереке, личностьқа тиіспедің. Не подумал. Негіз бар ғой, бірақ Зухра ханымның мынау істеген тірлігі бар ғой. Өзіңіз как мужик ретінде айтыңызшы, мына қазір істеген дұрыс па Зухра Мен не ханым? істедім? Не істедік, жарайды, айтшы, не істедік? Сіз сөзіңізді бітіріп үлгермедіңіз, мына жақтан секірді ғой былайынан. мына жерде айтып кетейінші. Сол кезде Ереке, сол кезде қараңыз. Значит, Анармен сіз жүрген кезде ойы Біздер болған. жүрген жоқпыз, біздер даже жұп болған жоқ. Таныстық болып жүрген кезде Аха. ойы болған. мына жерде Зухра қарашы, ханым Нұрсұлтан. сізге Сен қалай адам басында не болғанын сен қалай білесің? поведениесіне қарап көріп жатырмын. Қазіргі поведениесіне қарап. Человек может себя вести абсолютно по-разному, в разных Но ситуациях. человек должен достойно себя вести. Когда человек в шоковый состоянии, мен қалай ана жаққа шыққанымды білмей қалдым. мына жерде Нұрсұлтан Мен өз өзіме не даю отчета, мен бар ғой, шын айтамын, таңғалып қалдым мен. Қалай шыққанымды білмеймін. Нет, проблема сейчас в чем, дорогие участники? В чем проблема? Просто Вы мне скажите, именно вот Раджанмен тура қайталанып жатыр да сол нәрсе. Проблема в үшін этом. Это бұл совпадение. кешірім сұраймын Ербол мырза, осы бір мәселенің нүктесі деп айтпай ақ қояйын, бірақ бір дұрыс реті болсын деп мен Анар ханымнан сұрағым келіп тұр. Анар ханым, енді осындай жағдай бір емес екінші мәрте қайталанғаннан кейін мен сізден сұрап жатырмын. Қалай қарайсыз, сіздің көзқарасыңыз? Енді расымен де бұл таныстық алаңы және өткен жолы Зухра ханым бірінші болып қадамын ұсынысын жасаса, бұл жолы сіздің экс үміткеріңіз өзі бастап берді. Сіздің ойыңыз, пікіріңіз? Мен ондай ешқандай жамандықты көріп тұрған жоқпын. Прям и Зухранты почему бы не попробовать? Енді бәріміз өз жарымызды іздеп жүргесін, өз махаббатымызды іздеп жүргесін көру керек. Ешқандай бізде прям жұп болып деген сияқты ұзақ жүретіндей ондай ештеңе болған жоқ қой енді. Почему бы нет? Не сошли с характером. Диана ханым, мен де қоса салайын. Я, ештеңке берді, бәрі нормально, таныстық алаңы, бәрі нормально. Бірақ Зухра ханым, сіз жәлді Аслан айтқан дұрыс қой негізі. Сіз қазір Анар ханыммен доссыз. Сұрап, какой он, в наличном какой деп, одан кейін бір күн ойланып, одан кейін сіз решение қабылдағаныңызда Мен решение қабылдау шыққан жоқпын ғой мына жаққа. Бірінші Нұрсұлтан сен біліп алса, мен мына жаққа шыққан себебім Зухра деді ортаға деген соң мен шығып кеттім. Қалай айтып жатырмын ғой, білмей қалдым. Бұл ортаға шыққан, Мен это айттым не ғой, значит, что ортаға- мен согласилась деген сөз емес Мен қой айттым, ол. ортаға шақырайық деп, дұрыс па? Жана ханым, Мұса? мен айта кетейінші жалпы. Мына жерде бауырым Нұрсұлтан саған айтайыншы бірінші. Сен Зухра ханымның іс-әрекетінен Ербол мырзаның кешірім сұраймын. Ербол мырзаның сен абыройын бар ғой, қазір түсіре салды, остатки деген не әңгіме ол? Кез келген ер азаматтың намысы болады, бауырым. Кешірім сұраған дұрыс, біріншіден. мен уже Екіншіден, кешірім сұрап қойдым, айта салып. Мұса, естіп отырсаң, міне. хорошо. Көңіліңізге тиді ма Ереке? Кешірім сұрадым. Прощайте меня. Болды ма, Конечно, Мұса? тиеді, бауырым. Я Қалай кто қарап отыр? такой, что тебя не прощать? Всё Қайтадан нормально. бүйтіп не істеп Болды, отырсың? хорошо, Көтеріп кешірші. отырсың. Сен де кешірші болды. Енді Зухраның моментін мен түсінуге тырысып отырмын да. Түсінуге болады негізі. Адам бүйтіп ойланып отырады ғой, жаңағы думкада отырады ғой. Тұрт да түсінбей қалды енді. Зухра Есімін ханым естіді, иә? естіді, иә, автомат түрде шок болып қалды да, мен шығуым керек пе еді деп алып шығып кетті, асығып шығып кетті. Иә, солай болды. Диана Солай ханым, болды, дәл солай болды. Иә. Диана ханым, мен тақпағым есіңізде ма? Тақпағым. Қандай? Зухра ханым қандайсыз, армандағы жардайсыз, Раджан мырза тастаса, Ерболға сөз салғайсыз. Потолок. Это было, да? Бірақ так бұл реально? жолы бір ғана қатесі бар Бір екен, ғана, Зухра иә. ханым емес. Оны мүмкін Зухра ханым былай өзі айнай қалып кетті ма? Бірақ бір апта бұрын осындай Инстаграм видеода айтып едім.
сол өзім көріп келіп оламын ба деп қоямын. Сіздің досыңыз жақсы ғой Нұрсұлтан, соның қасиеті сізге жұққан ау деймін соған қарағанда. Бірақ енді Диана ханым бір нәрсе себеп болады дейді да бұл өмірде. Мүмкін Анар ханымға одан да жақсы үміткер келеді, мүмкін сіздерден жақсы жұп шығады. Бәрін жақсы ойлайық, бірақ енді Зухра ханым өзіңіз де білесіз ғой іштей. Кішкене көтересіз өзіңіз де планкаңызды. Маржан ханым, болашақта бақыт тілеймін. рахмет. Маржан ханым. Диана ханыммен бәрі дұрыс қой, енді таныстық алаңы болғаннан кейін жүгіріп шықса да қалай шықса да енді үйленуге дайын болып тұрған қыз ғой, енді кім қалай болса да енді бұл жерде үйленіп той болсыншы тек қана. Бірақ бір мәселе мені нетіп тұр да қазір. Астананың жағдайы не болды сонымен? Астана не болды сонымен? Шешеміз ғой. Сіз уже бүгін ертең Астанаға кетемін деп тұрған адамсыз ғой. Оны шешеміз Сол үшін ғой. таныстықты тоқтатып жатырмын деп тұрсыз. Айтып тұрмын ғой, мен оның бәрін өзім шешемін. Астанаға кетіп қалып қалайсыз енді таныстықты жалғастырып? Надо будет алып кетеміз. Диана ханым, мен түсінбеймін да. Қарашы, мына жерде Ербол ағаның, мырзаның түсініп тұрмын. Таныстықты басқа үміткер келмей жатып, мен танысып кетейін, жұмысым шаруасын бітіріп келіп ары қарай жалғастырар мүмкін алып кетер. Енді мына жерде обязательно жаңа сөзін ұстап қалу керек, бір от салып жіберу керек та, сен кетем деп жатыр ең, екі сөйледің ба деген сияқты бір тема шығарып жібергісі келіп отыр да. Бір ситуацияға кіріп, бір кішкене адам жағдайына түсінуге болады ғой негізі. Мұса бұл жерде от салып тұрған именно сенсің қазір. Мен просто Астананың жағдайы не болып жатыр деп сұрап жатырмын ғой. Мен бұл жерде ешкімнің ортасына, мен қашан біреудің ортасына от салғанымды көрдің сен? Сен мен қазір сөзімді іліп алып, наоборот, сен от салып айтып тұрсың. Асыра сілтеп. Диана ханым, бұл жерде мынандай да, Ербол мырза, бағана сіз айтқан кезде сіз бірден Астананы бастап тоқтаттыңыздар да, сіз басында біз сәйкес келмедік, үйтіпті бастағаныңызда ол басқаша болар еді. Сіз Астана дедіңіз да, бұл жерде мынандай ғой, ұнатпағаннан кейін сіз же мына кісіні ұнап тұрсыз да, Астана деген бәрі түсіндірді ғой. Агата? Диана ханым түсіндірді емес па? Осақ біздің бәріміздің. Рахмет Ержан. Ербол мырзаға қойып кетейін деп едім. Қанша уақыттан бері Зухраны бақылап жүрсіз? Қанша уақыттан бері сіздің көзіңізге түсті? Қалай ұнатып қалдың? Иә, сосын барып, қанша уақытта сіз алып кетуге дайынсыз? Анау кезде енді Анараға айттыңыз ғой, тез я уже готов деген сияқты, а тут? Так, первый вопрос. Сколько я уже наблюдаю? И мы когда с Анарой просто общались, ну, то есть я ни на кого не смотрел вообще. То есть у меня нет такого принципа общаться с кем-то, смотреть параллельно на кого-то. Ну, то есть у меня свой принцип есть. Зухра, на самом деле, буквально вот после Нового года я просто присмотрелся к девушке, к Зухре. Зухра мне понравилась тем, что она мудрая. То, что она принимает четко, грамотное решение, она может четко излагать свои мысли, ну и прям все расставить по полкам. Человек реально мудрый. Ну, к тому еще и красивый, и эффектная девушка, понимаете? Она мне понравилась вот в этом плане. Касательно второго вопроса, в течение какого времени я могу ее забрать? Я сейчас со своей работой определюсь, и если сол кезде біздер жұп болсақ, обязательно алып кетемін. Ол қанша уақыт? Бір айдың көлемінде ма примерно? Ол уақыт көрсетеді. Я сейчас не могу прям четко рамки поставить, там, неделя, 2, 3 или год. Я не могу сейчас пока ничего говорить. Но то, что четко, я уверен, что я решу свои вопросы, и потом мы решим вопрос. Ербол мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Мына жерде барлығы айтып жатыр ғой, жаңа Астана алып кету, қайдағы алып кету, бұл жерде әлі шешім қабылданған жоқ. Ол танысып көре ма, жоқ па? Соны айтқаннан кейін айтсаңыздаршы, Астана алып кетесіз ба, жоқ па деген айта бермей. Жалпы да Астанаға алып кетуге дайынсыз ба дегендей. Бұйыртса деп айтты ол кісі. Ереке, ана не айтып жатсыз ғой, я точно план қоймаймын, бір апта ма, бір жыл ма, пока с работы решу деп ше. Нұрсұлтан, тұрақташы бір минут. Хамо, бар ғой, мысалы бір айта салайын. Хамоға жабысып қалғанда былай, Хамоның просто бір-екі сөзі маған өтіп кетті, Диана ханым. Ақтөре, сіздікі бір жеке бір өшпенділік пайда болған ақылды болып отыр да, бүйтпей қойыңдар, сөйтпей қойыңдар депші бізге. Былай ғой, Диана ханым, спортшысың сен. Сізге Айгүлік құлағыңызға сыбырлап отырған жоқ па? Хамоға былай деп айт, Хамоға қарсы шық деп. Жоқ, Айгүлік ешкім сыбырлап отқан жоқ, Диана ханым, өзім ойым бар, просто өз басында конкретно бүйтіп айтайыншы саған, Хамо. Сен үміткер болып келген кезде мен сені қалай сыйладым, айтшы? Жоқ, әңгімесі жоқ қой, сен сыйлағаныңыз, ол сыйлаған сен сөйтесің де жаңа маған бүйтіп айтасың, Тодаш тыңдашы, спортшықпын деп сен бүйтпе, и мен түземе, мен сені түзейін деген жоқпын. Сен айттың, орныңды біл деп отырсың. Мен орныма қоятын сен емес. Мен сені орныңа қоям дедім ба? Жоқ, жалпы орныңды біліп сөйле деген ол. Сен қонақсың. Барлығымыз бұл өмірде қонақпыз, бауырым. Барлығымыз бұл өмірде қонақпыз. Иә, қонақ. Мынандай сөз бар ғой, тыртай жігітке жыртай қыз сай дегендей. Сен спортта жүрген жігітсің, бауырым. Сәл серьезно болсай. Спортта жүрген жігіттермен көбісіне сіздердің бара-бара мысалдарыңыз қандай болып бара жатыр? Не деген сөздер бұл? Жоқ, мақалмен жауап берейін. Серьезный болатын жерде болам.
серьезный болатын жерде боламын. Ақтөре, Сен өйтіп Хамрақұл. қатты личностьқа кетпей қой. жоқ личность болғанда сен де жаңағыдай айтып жатқаның мен де жауап беріп Өзің отырмын. көп алмаймын, мен саған айтайын болды. Мен емес бұл жерде өзіме куә болып жатқан. Мен емес бұл жерде өзіме куә болып жатқан. Жоқ, сен енді бауырым мақұл сен бірінші келе салшы. Келе салып сен ұнамай қалған, келе салып қыздарды жылатып жібердің. Сол жоқ, жаман. мен енді маған сұрады, менен сұрады да мысалы. Ақтөре қара, менен сұрады, сен талабың қандай? Мен талабымды айттым, қыздарға жыласын деп айтқан жоқпын ғой, дұрыс па? Мен өз талабымды айттым. Сосын сен осы жерде қыздармен ұрысып отырсың ғой. Енді маған қарсы бір айтып отқаным үндемей отырамын ма, жұтып? Дұрыс, еркексің ғой сен. Дұрыстап айтуыңа болатын еді. Сен кәдімгідей жап шаузың, бүйтші сөйтші деп отырсың ғой. Мен ешкімнің аузын жапқан жоқпын біріншіден. Жігіттер қоя салыңыздар. Майда түсінбеген шығарсың мүмкін. Сөздік айтпеңіздерші. Хамрақұл, рахмет. Рахмет, Ақтөре, не болды сізге бүгін? Яна ханым, түсінбей отырмын просто. Мен сізді түсінбей отырмын. Түсіну қиын болып отырсың. Мен де түсінбедім, білмеймін, бір жері ұнамай қалды ма. Негізі еркек адам ұнау үшін келген жоқ. Хамрақұл, рахмет. Кешегі ашуларыңызды кешегі күнде тастап кетіңіздер. Сөзді көбейтпеңіздерші, өтініш, артық сөзді. Жалпы, Диана ханым, мен айтып кетсем бола ма? Ереке, білмеймін, сіз вообще түсінбей жатырмын ба? Мен түсінбей жатырмын, бәрі түсінбей жатыр ма? Бір көрген бір әдемі қыз болып қалса, сіз соны ұнатып қалатын сияқты болып көрініп тұрса маған ше. Мысалы, Анар ханымды бір келдіңіз, ұнаттыңыз, болды уже бір-екі күннен кейін ұнамай қалды, уже Зухра ханымды ұнатып қалдыңыз. Енді басқа қызды ертең көріп қалсаңыз, оны ұнатып қалып, бекерге біреулердің сезімімен ойнап жүрмін деп ойламайсыз ба? Жалпы сіздің ойыңыз, менің жеке пікірім де ол ше. Басында келген кезде қандай болып келдіңіз де, сосын уже кездесуге шақырмайды, үйтпейді дейді. Жалпы сіздің ойыңыз қалай өзі? Ержан болады десең. Қара бауырым, если ты думаешь, что я человек, который играется с чувствами девушек, ты глубоко ошибаешься. Я тебе серьезно говорю. А қалай? Смотри, я же не маленький мальчик, да? Я взрослый человек, я четко отдаю отчет своим действиям. Я четко могу ответить за все, что я делаю. Я сам за это отвечу. Понимаешь? Это твое мнение. Оно может быть. Это твое мнение. Неважно. Оно может быть неправильным. Оно может быть правильным. Но это твое сугубо личное мнение. С этим я не соглашусь. Понимаешь? Я с этим не соглашусь. И то, что ты утверждаешь, что на любую красивую девушку там я могу быть падким. Нет, это на самом деле не так. Тебе нравятся некрасивые девушки? Вот скажи, тебе нравятся некрасивые девушки? Или как? Бәріне ұнайды ғой енді, бірақ мынандайда сіз біреудің сезімімен ойнамасаңызшы, сіз келдіңіз да, ойбай Анар ханымды күшті деп Ержан, Ербол мырза, кешірім сұраймын, Абылай келіп қалғаннан кейін әйтпесе жалғастыра беруге болатын еді. Рахмет. Мына гүл шоқтары біздің Агатаға. О, кімнен? Ағланнан. Ағланнан? Ай, табыстайық. Кеше мен Агатамен сөйлесіп қалған едім түнде әлеуметтік желіде, өйткені сұрақ жауап айдарында Ағлан қайда деген кезде, Ағлан өзінің бір ісі үшін 2 күннен астам уақыт блокта деген еді, қара тізімде. Сол бір енді қара тізімнен шыққысы келген ау деймін, гүл жібергеніне қарағанда. Негізі маған сол бір косяк істеп қойды да, ренжітіп алды. Мен сол үшін блокировать етіп тастағам, бірақ Инстаграм шығаршы дейді, шығармай жүргем, не істейді екен осы деп. Ағланға сәлем, рахмет, настроение поднял. Ал бүгін шығатын болды ма қара тізімнен? Көреміз. Ағлан, көреміз, еш нәрсеге сөз бере алмаймыз. Диана ханым, мен тағы айтайын салайыншы бірдеңке. Ақтөрені айтамын да. Хамыға ойбай сен мынандай деп тиісіп қоймай жатыр да. Сен білмеймін ғой, Айгөлік жылаққа бет бірден шырпыр болып қоймай жатсың ғой что-то. Мен түсінбей жатырмын да. Әшінде үйтпейтін, басқалар жыласа үйтпейді да. Осы бір Айгөлік бір қатты жылаққа бет Хамыға тіреліп қалдың ғой, кәдімгідей сен үйттің, сен бүйттің деп. Мен білмеймін, бір сомнением болып қалды мен что-то. Я, Ержан, дұрыс айтасың. Айгөлік мен тағы да жылаған қаламаймын, и чё? Неге? Тоқта, Диана хан, мен осындай кинолардан шаршап кеттім де жүр. Сендер не істеп жүрсіңдер? Неге Айгөліктің жылағанын қаламайсың? Саған тікелей сұрақ. Қаламаймын. Қандай кино, Ержан? Жоқ, қойшы, не үшін деп сол сұраққа жауап берші. Ойбай. Басқалар жыласа үндемейді. Үндемей отырады. Жұлдыз? Сол сұрақты мен де қояйын деген Ақтөреге. Негізі Ақтөренің Айгөлек жаққа қарағанда жылулығын байқаймын да. Енді қараңыздар, бұл әңгімені кім бастап отыр? Айгөлектің ең жақын достары Ержан мен Жұлдыз. Демек, жоқ, айтайыншы, мен Айгөлек туралы ештеңе айтып отқан жоқпын. Тек Ақтөре жақтан Жұлдыз, қойшы енді.
ақтөреден байқадым. араларыңызда бір әңгіме қозғалды, 100% кепілдік бере аламын оған. Одан кейін Айгөлек я болмаса басқа біреу айтты, осыны эфирде айтып қалшы, осыны айтшы Ақтөбеге тиісіп деп. Жоқ, ондай айтпаған. Мен білесіз ғой Диана ханым, не көремін? Мысалы, мен досым болсын, ол менің жауым болсыншы, мен айта салам. Айгөлектен де мен сырттай екеуінен бірдеңке байқап жүрмін. Ол мен білмеймін, көргенімді айтамын, бірақ мен өтірік шын білмеймін. Ержан, былай ғой. Ол кісінің өзінің айдай сұлу Әбден соны айттым ғой сіздерге, бірдеңке не істеп жүрсіңдер деймін да, сендер де көйіп кетті да сондайлар ше. Не істеп жүр айтыңызшы, біз еш нәрсені көрмедік. Ержанға жауап берейінші, Диана ханым. Осы жерде негізі бар ғой, басында жұбым болмай тұрған кезде мен айтқам, иә. Айгөлек ұнайды. Өзім анама ұқсатамын деп, соны айтқам, соны іліп алып отыр ғой Диана ханым. Жоқ, енді Диана ханым маған не қызық болып тұр да. Әшінде Айгөлек туралы бір тема болса, шырпыр микрофонды қолымыздан жұлып алады да, қазір отырсын бір байқап көрсеңіз, бір ырза болып отыр. Осы тема ашылғанына бір қуанышты болып отыр ма? Сондай көрініс болып Айтып тұрмын, бұл жайдан жай шыққан дүние емес, қыздар, жігіттер, біз ақымақ емеспіз бұл жерде. Диана ханым бүйтеді Ақтөре, жұп болғанға дейін дейді. Айналайын ау, сен жұп болғаннан кейін де көріп жатыр ғой сендерді. Диана ханым, құдай біледі, мен оларға ештеңе айтпағанмын мұндай. Ештеңе мен айт деген тема ондай болған жоқ. Агата? Негізі бәріміз көріп тұрық қой, енді Айгөлекпен негізі Ақтөре былай келмейді да. И сіз айтқандай, жаңағыдай негізі өз достарына былай қозғаш деген сияқты білмеймін, внимание жетіспеді ма, сондай қылып айтқан сияқты. Бірақ білеміз, біз бәріміз Ақтөрені жақсы білеміз. Ол мына жерде хоть Әлия ханым жыласа да, Әсел жыласа да, бәріне заступать етеді. И соны отметь етіп әдейі Айгөлек. Агата, сонда бізге не пайда? Қандай пайда бар екендігін жарнамадан кейін сұрап көрейік сіздерден. Бізде шағын жарнама.